Баршаңызға қайырлы кеш, достар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздермен бірге өзбекше лепешка дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: ұн, жылы сүт, ерітілген сары май, қамыр-ашытқы және тұз бен шекер қажет болады. Енді ұнымыздың ортасын осылай қолымызбен ашып аламыз. Қамыр-ашытқымызды саламыз. Тұзымыз бен шекерімізді қосамыз. Енді дәл ортасына сүтіміздің бір бөлігін құйып, қолымызбен араластырамыз. Қалған сүтті құйып, қамыр илейміз. Ерітілген сары майымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен ең соңында күнбағыс майын қостым. Көп қоспайсыздар. Шамамен 20 граммдай ғана қоссаңыздар, сол жеткілікті болады. Сол кезде сіздердің лепешкаларыңыз өте жұмсақ болады. Тіпті 2 күн тұрса да, өзінің жұмсақтығымен дәмділігін жоғалтпайды. Илеген қамырымызды біз осындай таза ыдысқа салып, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілу керек. Ол үшін жылы жерге қойып қоюларыңыз керек. Сол кезде қамыр жақсы көтерілетін болады. Міне біздің қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді осы қамырды 3 бөлікке бөлеміз. Мен таразыға тартып бөлдім, үшеуі бірдей болу үшін. Егер сіздерде таразы болмаған жағдайда, көз мөлшерімен бөле берсеңіздер болады. Міне, видеодан көріп отырғандарыңыздай, қамырымыз жұмсақ болды. Менде қамырым 990 грамм шықты. 3-ке бөлген кезде әрқайсысы 330 граммнан болды. Енді осылай қолымызбен зуала жасаймыз. Бізде 3 лепешка шықты осындай. Енді осы қамырымыздың бетін целлофанмен жауып қоямыз. Тағы да 10 минутқа көтерілгенше. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді осы 3 зуаламызды біз противеньге салып, бір-бірден арасын алшақ етіп піскен кезде ол өзінің көлемін ұлғайтады, және де бір-біріне жабыспас үшін біз арасын алшақ етіп қойдық. Енді ортасын осылай қолымызбен жаямыз, жақсылап тұрып. Лепешкалардың ортасын біз саусағымызбен осылай тесіп жасадық. Енді шетін осылай пышақтың көмегімен кесіп шықтым мен, піскен кезде әдемі көріну үшін. Егер ұнамаса, кеспей ақ қойсаңыздар да болады. Ол міндетті емес. Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Маған негізінде күнжут қатты ұнайды. Мен әрдайым самса жасаған кезде, осындай лепешкалар жасаған кезде міндетті түрде күнжут қосамын. Тмин қоссаңыздар да болады. Егер ұнамаса, тіптен еш нәрсе қоспай қойсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде.
Тағы да біз 5-10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз бетін жауып лепешкамыздың. 5-10 минуттан кейін тағы да ол көтеріліп әдемі болып тұрады. Сол кезде қызып тұрған пешке салып, шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Өздеріңіз бақылап отырасыздар, себебі әркімнің пеші арқылай пісіргендіктен кейде аз уақыттың ішінде пісіп қалады. Сол себептен біздің лепешкамыз таза пісіп шығу керек. Достар, біздің лепешкаларымыз пісіп дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер.